Ассалаумағалейкум, армысыздар ағайын. Қасиетті де қастерлі болған Рамазан айымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Аллах тағала ұстаған оразамызды қабыл етсін. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім Рамазан айының оразасын Аллаға иман еткен халде сауабын үміт ете отыра ұстайтын болса, оның өткен күнәлары кешіріледі деген екен. Аллах тағала баршамыздың қате кемшілік күнәларымызды ғафу етсін. Күндізін оразамен, түнін құлшылықпен өткізуді баршамызға Алла нәсіп етсін. Рамазан айында жасалатын жақсылықтардың тағы бір түрі жоқ жітікті, кедей міскінді қуантып, зекет садақа пітір беру. Ал енді ізгілікке, жақсылыққа шақыратын діни мамандарды дайындап шығатын осы діни оқу ордамыздың жаңа ғимараты бой көтермек. Оған ат салысуды, сол ізгі істе үлес қосудан құр қалмай ағайын. Ғимаратымыздың құрылысына қол ұштарыңызды беруге шақырамын. Бұл оқу орнына берілген әрбір садақаңыз Алланың құзырында есесімен жазылмақ. Бұл оқу орнында бітіріп шыққан шәкірттеріміз ертеңгі күні еліміздің түкпір-түкпіріне барып қызмет ететін болса, солардың әрбір жасаған жақсылығында сіздің де үлесіңіз болады. Алла ниетімізді қабыл, мұратымызды асыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.